Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Есектің неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Ыдырыс пайғамбар ілім-білімге құмар болыпты. Ыдырыс деген аты да дәріске құмар дегенді білдіреді. Ілім іздеп жаяу ел кезеді екен. Бір күні екі аяғынан әл кетіп, «Уә тәңірім, маған мінетін көлік бер. Көлігім кітап артқанда қиналмай көтеретін мықты болсын, өзі тамақ талғамас қарапайым болсын» депті. Жаббар Хақ тасты аяғымен ұр дейді. Пайғамбар тасты ұрғанда одан екі құлағы қалқиған есек пайда болады. Ыдырыс есекке жүгін артып, сапарын жалғастыра береді. Есекті қанша ұрса да денесіне таяқ батпайтыны тастан жаралғандығынан екен. Ыдырыстың көлігін көрген ібіліс: «Уа Құдайым, ыдырысқа көлік бердің. Мен де ілімге құмар болдым. Талай құлшылық қылдым. Соның өтеуіне маған да есекті көлік ет» деді. Сонда Алла: «Хақтан тайып менімен қас болғандар сенің есегің болсын» дейді. Содан бері ниеті бұзылған адамдарды ібіліс көлік етіп мінетін болыпты. Әрі қарай есек туралы қызықты мәліметтер. Есек жылқы туысына жататын сүтқоректі тақ-тұяқты жануар. Жабайы африкалық есектен шыққан. Қолға бұдан 5-6 мың жыл бұрын үйретілген. Дене бітімі шымыр, шоқтығына дейінгі биіктігі 1,2 метр. Түсі қоңыр күңгірт. Азық талғамайтын, құрғақшылыққа төзімді көлік малы. Есектің айғырын әңгі, биесін мәші, қылынын қодық деп атайды. Жабайы есек үйірлері Африкада тіршілік етеді. Оның әр үйірінде бір әңгі, 1-2 жасар қодығын ертіп жүретін 5-6 мәші болады. Жабайы есекті Сомали есегі және Нуби есегі деп аталатын 2 түр тармаққа бөледі. Әртүрлі жабайы есектерді қолға үйреткеннен кейін ұзақ уақыт сұрыптау және оларды бір-бірімен будандастыру арқылы күш көлігі ретінде тиімді тұқымдары шығарылды. Есек 3 жасында жетіледі. Көктем, жаз айларында үйірге түсіп 12,5 ай көтеріп бір қодық туады. Қодығын 6 ай сүтімен қоректендіреді. Есек 18-20 жыл тіршілік етеді. Жылдан жылға санының күрт азаюына байланысты жабайы есек халықаралық қызыл кітабына енгізілген. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.